Қалайсыңдар сіздерге мен достар, бүгінгі видеода мен сіздерге арнайы дайындаған болатын келесі пропускке обзор жасаған болатын. Мен сол обзорды соңына шейін до конца көріңіздер. Қалай болатын тема айтайын, ол пропуск сөз жоқ, реально четкий. Ал бұл болса менің арнама тіркелген жігіттердің тізімдері немесе подписчиктердің тізімдері. Егер де сіздер өзіне есімдеріңізді осы жерден көргілеріңіз келсе, менің арнама тіркеліңіздер. Осы видеоға лайк басыңыздар, арнама тіркеліңіздер, күшті коммент жазып кетіңіздер. Ал біз видеоға кеттік. Ең алдымен Free Fire'дың бізге ұсынған осы пропускке арналған қысқаша видеосын көрдіңіздер. И бізде уже сразу 5 медальға элитный пропускта осындай қызғырылған кожаный куртка, нормас. Әдемірек, бірақ особо күшті деп айтпаймын. Енді женский киімдері қызғатындар болса әдемі келген. И және де бізде осындай на халяву беретін аватарка и оружие, и сразу же битаға скин на жерде. Осы пропускке арналған, енді осы пропусктың стилінде жасаған керемет бита. И және де монстр тракқа, достар, ойлаңызшы, монстр тракқа скин. Ё-моё, чё за пропуск? Вообще болмаған ғой мынандай. Керемет, әдемі, четкий кәдімгідей. Керемет, реально келісесіздер, достар. Комментарий плюс қойып кетіңіздер. И шапка осындай непонятный, короче, красный. И потом на жерде на халяву 40 медальға беретін мужской безрукавка, короче, қарасаңыздар. Әдемше болады. Егер де мынадан броник көрінбесе, вообще четкий. И потом на жерде тоже аватарка. Қандай аватарка қараңызшы, қыздың ерінен қанағат бір четкий. И сразу 50 медальға элитный пропускта женский набор, достар. И шашынан бастап қарайтын болсақ, артқы жағы діре, и алдыңғы жағы просто бос жүйелген. И потом набор әдемі, қыздың набор әдемі. Иығынан андай бір нәрсе шығып тұр, достар, қараңызшы. Четкий шалбар, как обычный. Барлықтарына ұқсайды енді шалбар. И соңғысы бізде аяқ киім, вообще как обычный, барлығы аяқ киім бір-біріне негізі ұқсай ма осындай наборлардың. Осындай. И потом бізде алмазный купон. И және де бізде тағы бір алмазный купон. И бізде сразу доска, достар, сразу доска. Ё-моё, чё за? Не деген, достар, қараңызшы, артқы жағы мен алдыңғы жағы бір түрлі бір пружин сияқты да, бүйтіп андай бір-бірінен кейін қайталанып келе береді, бір толқын сияқты. И оружейный купон, четкий доска, анау реально. И эмоция. Чё за эмоция? Ебанау, ковбой ғой, четкий. Типа арқанды лақтырды, бір нәрсені тартып алды. Ебой, четкий. Керемет эмоция. И бізде на жерде 110 неге медальға халявы футболка реально маған ұнап тұрған жоқ, просто цветі боқтың цветі сияқты, реально жігіттер. Білмеймін кімге как-то, білмеймін, маған дейтін особо ұнап тұрған жоқ. Енді халявы ғанан броник көрінетін шығар деп ойлайтын. И потом бізде тоже шапка, екінші шапка екен, үшінші шапка. И потом бізде тағы бір аватарка, үшінші аватарка ма, нешінші аватарка шатасып атын вообще. И тағы да бір шапка, бірақ халявыға. И мынау лутбокс бізде четкий. Түтін шығып тұр, достар, қараңызшы, четкий лутбокс, реально, деп жарқылдап тұр, достар, көріп тұрсыздар ма? Сары жарқылдап тұр. Ебой. И тағы да бір доска, достар, тағы да бір доска. Ё-моё, бірақ мынау анаған ұқсайтқан дәл соныкіндей, бірақ жанында қара бір түрлі бір қараңыздар, достар, қара бір нәрсе тек шығып тұр да. Байқап тұрсыздар ода, қап-қара ма, қызыл аралас па, бірден түтін сияқты, он кристалл осындай. И және де инкубатордың тасы, как обычный заттар. Енді бұлар пропусктың соңғы жағында кететін. Бізде содан кейін парашют. Ебой, парашютта тоже жаңағы аватаркада бейнеленген қыздың, типа зомби сияқты, көзінде қызыл, и потом ерні андай қара. Ебать, сумка манау. Еба, достар, сумка бастан аяққа шейін жететін 3-ші уровень сумкасы. Ал 1-ші уровень қандай? Ебой, не деген сумка? 1-ші уровень осындай, бәрі дәл келген, тек көлемі үлкейтілген. 2-ші уровень осындай. Жақсы болар. Бірінен екі үштен емес, 3-ті қараңызшы, 3-ті. Еба, 3 дейтін отқа прям бастан аяқ жетеді ғой, 3 дейтін. Ебаны, 3-ші уровень сумкасы желкеден табанға шейін жетеді ғой. И потом бізде на жерде керемет сумка, осындай как обычный заттар. И жігіттің наборы ең бастысы бізде басынан бастап осындай типа
перес чирис сияқты бас киім, и потом мына иек жағында осындай бір қызыл бір нәрсе, железный человек сияқты бір нәрсе басып қалса бетіне шығатын дейсің ғой, айтамын ондай емес. И үстінде мынандай киім еба четкий, артында бір нәрсе жанып тұр, и потом иығына қарашы, иығынан достар механический сияқты біртүрлі бір нәрсе айналып тұрған сияқты да, четкий. И потом бізде аяқ киім, шалбар ма екен, аяқ киім бүгін. Но енді аяқ киім, но простой, как обычно, аяқ киім, но мына пропуск реально жесткий, өйткені монстр жарыққа киім бар, и потом мына наборды қараса, набор реально әдемі, набор әдемі болып тұр. Но мына пропускта біраз нәрсеге керемет скиндер, 2 доска, бәрі де четкий. Ну, негізінде бізге Free Fire дейтін 2 пропуск бойы 2 доскадан берген жоқ, ал бұл пропускта достар уже 2 доскадан беріп тұр. Екеуі де бірақ четкий, реально, бірақ айырмашылық особо жоқ, бірақ айырмашылық нормасы бар, екеуде нормасы достар. Егер де бұл пропуск сіздерге ұнаса, және де менің видеом ұнаса, сіздерге бір пайдасы тисе, білмегендеріңіз білсеңіздер, жаңа пропускқа обзор ұнаған болса, давайте достар лайктарыңыз басып арна тіркеп кетсеңіздер, жаңағыдай өздеріңіздің аттарыңызды немесе күшті жазған маған приятный комменттеріңізді видеоның басына көре аласыздар. Давайте.